Қазақстан Республикасының Конституциясы, еліміздің тәуелсіздігінің жарқын көрінісі, мемлекетіміздің құқықтық негізі. Биыл ата заңымыздың қабылданғанына 30 жыл толып отыр. Бұл, Қазақстан тарихындағы айтулы дата, әрбір азамат үшін маңызды мереке. Конституция, қоғамның даму бағытын айқындайтын, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғайтын, мемлекеттік биліктің негіздерін белгілейтін құжат. Ол, біздің бірлігіміздің, тұрақтылығымыздың және өркендеуіміздің кепілі. Конституцияның тарихы мен қабылдануы. Қазақстанның егемендігі жолындағы тарихи кезеңдер. Тұңғыш Конституцияның қабылдануы 1993 жылы және оның маңызы. 1995 жылғы Конституция, қазіргі Қазақстанның негізгі заңы. Конституцияның негізгі қағидаттары. Егемендік, демократия, зайырлылық, құқықтық мемлекет. Адам және азамат құқықтары мен бостандықтарының кепілдігі. Мемлекеттік биліктің бөліну принципі. Конституция және азаматтық қоғам. Конституцияның азаматтардың құқықтарын қорғаудағы рөлі. Азаматтық қоғамның дамуына Конституцияның әсері. Конституциялық құндылықтарды сақтау әрбір азаматтың міндеті. Конституция туралы не білеміз? Сұрақтарға жауап берейік. Қазақстан Республикасының Конституциясы қашан қабылданды және оның қабылдануының тарихи алғышарттары қандай болды? Конституцияның басты мақсаты мен міндеттері неде? Ол Қазақстан қоғамы үшін қандай құндылықтарды бекітеді? Қазақстан Республикасының Конституциясы қандай негізгі қағидаттарға негізделген және олар қалай көрініс табады? Конституцияға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар қандай мақсаттарды көздеді және олар қоғамның дамуына қалай әсер етті? Конституцияда қандай адам және азамат құқықтары мен бостандықтары кепілдендірілген? Олардың жүзеге асырылуы мен қорғалуы қалай қамтамасыз етіледі? Сөз бостандығы, дін бостандығы, бейбіт жиналыстар мен демонстрациялар өткізу құқығы Конституциямен қалай реттеледі? Қазақстан азаматтарының міндеттері қандай және олардың орындалуы қалай бақыланады? 30 жыл ішінде Конституциямыз ел дамуының түрлі кезеңдерінен өтті. Ол заман талабына сай өзгерістерге ұшырап, қоғамның жаңа қажеттіліктеріне бейімделді. Осы уақыт аралығында Қазақстан демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет ретінде қалыптасты. Конституцияның қағидаттарын сақтау әрбір азаматтың борышы. Біз ата заңымызды құрметтеу, оны бұлжытпай орындау арқылы ғана ел болашағын жарқын ете аламыз. Ата заңымыздың 30 жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.